Сәлем достар, бүгін сіздермен Нұргүл, бүгін сіздермен осындай жазғы керемет рецепттің бірімен бөлісейін деп шештім. Бір жегеннен сіздерге қатты ұнап қалады деген ойдамын. Міндетті түрде менімен жасап, комментарияға өз ойларыңызбен бөлісе кетіңіздер. Ең бірінші бізге қызанақ керек. Мен қызанақтың осындай екі түрін алдым. Оны жақсылап жуып алғаннан кейін осындай бөліктерге әдемілеп бөлетін боламыз. Негізі бір түрінен алсаңыздар да болады. Менде осындай үйде екі түрінен болды. Мен осылай майдалап турап шықтым. Сосын бізге жақсылап жуылған кинза керек болады. Кинзамызды осылай майдалап турап шығатын боламыз. Содан кейін бұл салаттың бір фишкасы, бізге құрт қажет. Үйіңізде қандай құрт бар, соны осындай бөліктерге бөліп майдалап алатын боламыз. Мінекей, енді біз туралған қызанағымызды араластырып аламыз осылай. Тұз ештеңе салудың қажеті жоқ. Одан кейін қызанағымызды әдемі өзімізге ұнайтын ыдысымызға салып, салғаннан кейін үстіне кинзамызды әдемілеп осылай сеуіп шығатын боламыз. Содан кейін құртымызды саламыз. Құртымызды салғаннан кейін мен бұл жерде қара күнжіт қолдандым. Қара күнжітімізді осылай салып, әдемі салатымызды достарымызға, жақындарымызға ұсына берсеңіздер болады. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Міндетті түрде комментарияға бөлісе кетіңіздер. Сіздерге ұнап, алдағы уақытта жақсы рецепттермен бөлісетін боламын. Сіздерге ас болсын.